Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жүрек және қан айналу шеңбері. Жүрек конус тәрізді бұлшықетті мүше болып табылады. Оның салмағы 250-300 граммды құрайтын болса, ал оған сиятын қанның мөлшері 300 см кубты құрайды. Оның жоғары бөлігін жүрек негізі, ал төменгі сүйір келген бөлігін жүректің ұшы деп атайды. Жүрек ол жүрек қабында орналасады. Жүрек қабын перикард деп атаймыз. Перикардтың өзі екі бөліктен тұрады. Сыртқы фиброзды қабат, ал ішкі висцеральды қабат деп аталады. Одан бөлек жүрек эндокард, миокард және эпикард қабаттарынан тұрады. Эпикард ол сыртын жауып жатқан жұқа қабатты айтамыз. Оның жұқалығынан тамырларды байқап анық көруге болады. Ал эндокард ол жүректің ішкі бетін жауып жатқан бөлікті айтамыз. Ол бірыңғай салалы бұлшықет ұлпасынан тұрады. Ол өте тегіс болып келеді. Себебі онда ол тамырлармен жанасып жататындықтан тегіс болады. Және ортаңғы қалың ет қабатын миокард деп атаймыз. Оның қалыңдығы әртүрлі болады. Мысалы алып қарайтын болсақ, жүрекшелерде қарыншаларға қарағанда қалыңдығы жұқа болады. Себебі жүрекшелер қанды қарыншаларға ғана айдайтын болса, ал қарыншалар қанды бүкіл ағзаға айдайды. Және миокардта түйіндер мен шоктар орналасады. Олар жүректің еркімізден тыс, яғни еріксіз жиырылуын қамтамасыз етеді. Оны кейде өткізгіш жүйе деп те атайды. Жүрек 4 камералы болып табылады, яғни 2 жүрекше мен 2 қарыншадан тұрады. 2 жүрекше жиырылғанда қан қарыншаларға, ал қарыншалар жиырылғанда қан бүткіл денеге тарайды. Жалпы жүрек оң жақ және сол жақ болып екіге бөлінеді. Оң жағы венозды, ал сол жағы артериалды деп аталады. Себебі венозды бөлігін вена қаны өтсе, ал артериалды бөлігін артерия қаны өтеді. Бұл екі қанның араласып кетпеуінің бірден-бір себебі оның ортасында септумның орналасуы, яғни перденің орналасуын айтамыз. Жүрекшелер мен қарыншалар арасында орналасқан ерекше құрылымдарды клапандар деп атаймыз. Олар қанды бір бағытта өткізіп, кері кетуіне жол бермейді. Олардың бірнеше түрі кездеседі. Ең бірінші айшық тәрізді клапандар, олар жартай тәрізді пішінде болады және өкпе артериясы мен қолқаның басталар жерінде орналасады. Олардың ашылуының нәтижесінде қан оң қарыншадан кіші шеңберге өтеді. Одан бөлек үш жақтаулы, қос жақтаулы клапандар да орналасады. Осы клапандар сіңір жіпшелері арқылы бекіп ұсталынып тұрады. Осы тұста жүректің жұмысының үш кезеңін айтып кетуге болады. Яғни бірінші бізде екі жүрекше жиырылған кезде жақтаулы қақпақшалар, яғни клапандар ашылып, қан қарыншаға өтеді. Екіншіден, қарыншалар жиырылған кезде айшық тәрізді клапандар арқылы үлкен қан айналым шеңберіне өтеді. Және үшінші бұл бізде жүректің босаңсуы, яғни соғуға дайындық кезеңін айтамыз. Адамның қан айналу жүйесі тұйық болып келеді. Ол кіші қан айналым шеңбері және үлкен қан айналым шеңбері болып екіге бөлінеді. Кіші қан айналым шеңбері оң жақ қарыншадан басталады және өкпе артериясы арқылы жүреді. Өкпе артериясы 5-6 сантиметрге жоғары көтеріліп, төртінші көкірек омыртқаның тұсында оң және сол өкпе артериясына бөлінеді. Олар кейін ұштары капиллярларға тармақталады. Осы капиллярларда артериямен келген вена қаны көміршқыл газын шығарып, оттегімен байытады. Одан кері сол жақ жүрекшеге құяды. Үлкен қан айналым шеңбері сол қарыншадан басталып, аорта, яғни қолқа арқылы бүкіл денеге тарайды. Ол кері вена тамырлары арқылы оң жақ жүрекшеге қайтады. Қолқа қан айналым жүйесінің ең ірі тамыры болып табылады. Ол орналасуына байланысты үш бөлікке бөлінеді. Ең бірінші өрлеу бөлігі. Ол сол қарыншадан басталып, көтерілген жерін айтады, яғни доғаға дейінгі жері. Бұдан жүрекке қан жеткізетін оң және сол тәждік артериялар тарайды. Ал солға қарай бұрылып дөңес келген жерін доғасы деп атайды. Ол 5-6 сантиметр көлемінде болады. Доғадан кейінгі бөлікті төменгі бөлік деп атайды. Осы қолқа доғасынан 3 негізгі артерия шығады. Бірінші иық бас артериясы. Олар 2,5 сантиметр ұзындықта болып келетін жоғары көтерілген тамырларды айтамыз. Олар оң ұйқы артериясы және оң бұғана артериясына бөлінеді. Келесі екінші ұйқы артериясы. Оның ұйқы артериясының өзі екіге бөлінеді, ішкі және сыртқы болып. Осы ішкі ұйқы артериясы ол мойынның екі жағынан жоғары көтеріліп, біздің миымызды және көзімізді осы қоректендіреді. Ал сыртқы ұйқы артериясы болса, ол бетті, жақты, тіл, көмей секілді мүшелерді
қан тамырларымен, қанмен қамтамасыз етіп тұрады. Осы миды қанмен қамтамасыз ететін ішкі ұйқы артериясы мен омыртқа артериясы болып табылады. Осы екеуі қосылып, Вилези шеңберін түседі. Осы шеңбер арқылы негізі қоректену жүреді. Үшінші бұғанасты артериясы. Ол иыққа, қолға қан жіберіп, осы қолымызды, иығымызды қанмен қамтамасыз етіп отырады. Осы бұғанасты артериясынан қол артериясы тарайды. Ол қолтық тұсында қолтық асты артериясы және иық артериясы болып екіге бөлінеді. Иық артериясы болса шынтақ тұсына дейін созылып, шынтақ тұсында екіге бөлінеді. Кәрі жілік артериясы және шынтақ артериясы. Кәрі жілік артериясы білезік, бас бармаққа барады. Ал шынтақ артериясы болса алақанның беткей доғасын түсіп, саусақтарға таралады. Ол үшеуі иық бас артериясы, ұйқы артериясы, бұғанасты артериясы қолқадан таралған негізгі үш артерия болып табылатын болса, ал қолқаның өзі екіге бөлінеді, кеуде және құрсақ болып. Кеуде қолқасы ол көкірек қуысындағы ағзаларды, қабырға аралықтарды қанмен қамтамасыз етіп отырады. Яғни кеңірдек, өңеш, бұлшықет, теріге қан тамырларын таратады. Ал құрсақ қолқасы болса, ол бел омыртқасының алдында орналасып, екіге бөлінеді, тағы артерия және жұп артерия болып. Тағы артерия ол бауыр, асқазан, төменгі шажырқай, жоғары шажырқай секілді мүшелерді қанмен қамтамасыз етсе, ал жұп артерия бүйрек, жыныс безі, белді қанмен қамтамасыз етіп отырады. Осы қолқа төртінші омыртқаның тұсында екіге бөлінеді. Ол жерді мықын артериясы деп атаймыз. Яғни жаңа екіге бөлінген ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Ішкі ол жамбас мүшелеріне баратын болса, ал сыртқы ол санға өтеді. Яғни сол санға өтіп, сандағы артериялар санды қанмен қамтамасыз ететін болса, ол кейін тізе асты артериясына жалғасады. Тізе асты артериясы тізедегі буындарды, жалпы тізені қанмен қамтамасыз етеді. Осы тізе асты артериясы алдыңғы асықты жілік және артқы асықты жілік болып екіге бөлінеді. Алдыңғы асықты жілік аяқтың алдыңғы бөлігін қанмен қамтамасыз етсе, ал артқы асықты жілік сирақ, табан секілді мүшелерді қанмен қамтамасыз етіп тұрады. Бұлардың барлығы ағзамыздағы негізгі қызыл, қалың, серпімді тамырлар, артериялар болатын болса, енді веналарға тоқталайық. Веналар дегеніміз, олар көміршқыл газына бай, қабырғасы жұқа болып келетін ағзамыздағы негізгі көк түсті тамырларды айтамыз. Осы веналар екіге бөлінеді. Яғни беткей және тері асты. Беткей веналар дегеніміз, олар терінің астында орналасатын болса, ал тері асты деп отырғанымыз тереңде орналасатын, яғни артериялармен жанаса орналасатын тамырларды айтамыз. Веналардың өзі үшке бөлінеді: жоғары қуыс вена, төменгі қуыс вена және қақпа веналары. Жоғары қуыс веналар бас, мойын, кеуде, қолға тармақталатын болса, ал төменгі қуыс веналар аяқ, жамбас, ішкі ағзаларды қанмен қамтамасыз етіп тұрады. Және ішек пен талақтан келген қанды жинап бауырға апаратын қақпа веналар деген түрі болады. Жалпы осы веналар артериялар секілді ағзамызда тармақтала орналасады. Веналар жүйесін толықтыратын негізгі тамырлар жүйесін лимфа жүйесі деп атаймыз. Лимфа ол бізде ағзамызды негізгі фагоцитозды қорғаныш қызметін атқаратын жүйе болып табылады. Және ең бастысы олар майды тасымалдау қызметін атқарады. Олардың өзі де лимфа капиллярлары, лимфа тамырлары болып бөлінеді. Осы лимфа капиллярлары бірігіп лимфа тамырларын түседі. Лимфа тамырларында сұйықтықтың кері ағып өтпеуін қамтамасыз етіп тұратын клапандар орналасады. Ал енді ұрықтық қан айналым жүйесіне тоқталатын болсақ, ең бірінші оттегі бай қан плацента арқылы ана қанынан кіндік венасы арқылы ұрыққа өтеді. Кіндік венасы осыда екіге бөлінеді. Бірі төменгі қуыс венаға қосылып араласқанға айналатын болса, ал екіншісі бауыр арқылы өтіп, қайтадан төменгі қуыс венаға келеді. Қан жалпы оң жақ жүрекшеден жүрекшеаралық тесік арқылы сол жақ жүрекшеге, одан қарыншаларға, одан үлкен қан айналым шеңберіне өтеді. Өкпе артериясы арқылы кеткен қанның көбі осы тұста батал өзегінде қолқаға қосылады. Ол бүкіл денеге тарайды. Кейін оттегі жұмсалған соң кіндік артериясы арқылы вена қаны кері плацентаға барады. Онда қан қайтадан оттегімен, қоректік заттармен байытылады да ұрыққа қайтады. Осы процесс кері қарай қайталана береді. Бала дүниеге келер алдын жүрекшеаралық тесіктер бітеліп, баланың қан айналым жүйесі ересек адамдыкіне ұқсайды.
Жалпы осы ұрықтағы қан түзілу 3-4 аптада сарыуыз қапшығында, 7-8 аптада бауырда, кейін көкбауыр, лимфа түйіндерінде жалғасады, ал 10 аптада сүйек кемігінде тұрақты түрде түзіледі және өмір бойы жалғасады. Бұл жердегі қан дегеніміз ол сұйық дәнекер ұлпасы болып табылады. Ол 55-60% қан плазмасы, 40-45% қан жасушаларынан тұрады. Қан плазмасы ол сары түсті сұйықтық, ол глюкоза, альбумин, глобулин және фибриногеннен тұрады. Ал қан жасушалары деп отырғанымыз олар эритроциттер, лейкоциттер және тромбоциттер. Эритроциттер ол қанның қызыл жасушалары. Оның негізгі қызметі оттегін тасымалдау болып табылады. Ол гемоглобиннен тұрады. Пигментті бөлігі гем, ал нәруызды бөлігі глобин болып табылады. Оның ядросы жоқ және көбеймейді. Ал лейкоцит деп отырғанымыз ол ақ түсті жасушаларды айтамыз. Оның ядросы болады және оның қызметі, оның екі түрі болады: Т лимфоциттер және В лимфоциттер. Т лимфоциттер олар ауру қоздырғыштарды танитын қызмет атқаратын болса, В лимфоциттер олар вирусқа қарсы антидене түседі. Ал тромбоцит деп отырғанымыз ол қанның ұюына қатысады. Яғни қолымызды мысалы зақымдаған кезде қан тамырларында тромб түзу арқылы регенерацияға қабілетті болып келеді. Осымен бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.